Қу түлкі мен қасқыр. Ертеде шал мен кемпір болыпты. Балалары жоқ, екеуі ғана өмір сүріпті. Бір күні шал: «Ей, кемпір, бүгін бәліш пісір, ал мен біраз балық аулап келейін». Түс қайта аулаған балықтарын шанаға тиеп, үйіне қайтады. Жолда өтірік өліп жатқан қу түлкіні көреді. Қуанып кеткен шал: «Хей, міне олжа! Әй, кемпіріме апарып берейін, тонына жаға болар», деп ойлайды. Жерге түсіп, түлкіні балық толы шанаға көтеріп жатқызып, өзі атын жетектеп үйіне қарай аяңдайды. Ал бұл кезде түлкі уақытын босқа жоғалтпай, балықтарды біртіндеп жол-жөнекей шанадан тастап отырады. Қулықпен тапқан олжасын түгел лақтырып болған соң, өзі де түсіп қалады. Үйіне жеткен шал: «Ей, кемпір-ау, кемпір, бері келші, саған әкелген сыйлығым бар», дейді. «Қане, ол қандай сыйлық?» деп сұрайды кемпір. «Әне, үйілген балықтардың үстінде тоныңа әдемі жаға жатыр». Бұл шананы көрген кемпір ашуланып: «Қошал, мені алдамақшы болдың ба?» деп шалдың жер-жебіріне жетіп айғайға басады. Балықтың да, түлкінің де жоқ екенін көрген шал алданғанын біледі. Өкініштен санын ұрғылап қалады. Бұл кезде қу түлкі балықтарды бір жерге жинап, рахаттанып жеп отырған. Оны аш қасқыр көріп қасына келеді. «Оу, амансың ба, түлкіжан?» Аман, қасқыр аға. «Балығыңнан маған да берсеңші». «Жоқ, бере алмай. Өзің аула да, жей бер». «Ей, мен аулауды білмеймін». «Оның еш қиындығы жоқ. Өзеннің ортасына барып, мұзды ойып ал. Сол жерге құйрығыңды сал да, қармаққа ілінші. Үлкені мен кішісі десең болды. Балықтар өздігінен құйрығыңа жармаса. Міне, осылай құйрығыңды балықтармен бірге суырып аласың. Тек ол үшін ұзақ отыру керек». Аңқау қасқыр түлкінің айтқанын екі етпей орындайды. Өзенге барып, мұзды ояды. Құйрығын суға салып: «Ей, қармаққа ілінші, үлкені мен кішісі. Ай, қармаққа ілінші, үлкені мен кішісі», деп қайта-қайта қайталап отыра береді. Қасқырдың соңынан өзенге түлкі де жетеді. Сыртынан бақылап отырған ол: «Отыр, құйрығың мұз боп қатсын, құйрығым». Түлкінің сөзін шала естіген қасқыр: «Оу, түлкіжан, бірдеңе дедің бе?» деп сұрайды. «Жоқ, жай ғана көмектесіп жатырмын», дейді де қайтадан: «Отыр, құйрығың мұз боп қатсын, құйрығым», дейді түлкі қулана күліп. Осылайша қасқыр түні бойы тапжылмай балық аулап отыра береді. Судағы құйрығы қатып, ауырлаған сайын: «Ой, балықтар екен», деп ойлайды. Не де болса шыдап
құйрығын мол балықпен шығармақшы. Таң бозарып ата бастаған кезде қасқыр олжасын суырып алып үйіне қайтпақшы еді. Бірақ әбден мұз боп қатқан құйрығы судан шықпайды. Ары бері тартқылап көреді. Ұзақ отырғаным дұрыс болды. Жақсылап бір тойым, дейді өзін жұбатып. Бұл кезде өзенге су алуға келген қыз келіншектер оны көріп: ойбай, қасқыр, ұры қасқыр, ұстаңдар оны, ұрыңдар деп айғайға басады. Қолдарына түскен заттармен қасқырды соққылай бастайды. Тоқпақтың астында қалған қасқыр ары жұлқынып, бері жұлқынып, ақырында құйрығы жұлынып, мұзда қалады. Өзі алды-артына қарамай безет қашып келе жатып: қап, бөлім, түлкі, қолыма түсің, оңдырмайым, деп ойлайды. Ал қу түлкі уақытын босқа өткізген жоқ. Айқай-шуды пайдаланып, ауылдағы бір үйге ұрлыққа түседі. Қорасына кіріп, тапқан тамақты жеп, тұмсығын ұнға малып шығады. Содан соң қулығын асырмақ боп, тағы да өтірік өлгенсіп, жолға жата кетеді. Оны тілі салақтап, саршап келе жатқан қасқыр көреді. Ол түлкім, иманыңда үйірі бір, дейді ашу шақырып. Балық аулауды үйреткенің осы ма? Мені соққыға жықтырдың. Түлкі болса: сабыр, сабыр, қасқыр аға, сенен қан ақса, менің миымды шашты, қарасаңшы, деп он жағылған тұмсығын көрсетіп мүләйімсейді. Ой бұл, соған менен де қиын болған екен ғой, дейді қасқыр тағы да алданып. Кел, арқама мін, үйіңе жеткізіп салайын. Осылай айласын асырған қу түлкі қасқырдың үстінде отырып, соғылған, соғылмағанды арқалап келе, арқалап келе, соғылған, соғылмағанды арқалап келе, деп өлең айтады. Не деп көресің? Ау, түлкі жан, дейді қасқыр. Мен, аға, соғылған, соғылмағанды арқалап келеді, деймді. Солайды, түлкі жан, солайды, деп түлкіні арқалаған аңқау қасқыр кете барады.